болса, мына сол мына жермен жүреді ғой. Екіншінің осы біздің ауылдың адамдары да түседі сол автобусқа. Союз кезінде Коқталға да кіреді. Бұрын кірген. Солай болған. Союз кезінде де осы кейінгі жылға дейін болған сол. Кейінгі жылы қай жылы? Осы Абашаға қай уақытқа дейін істеді? Сол кезде жүрді ғой. 5-6 жыл. Айдарының автобусы. 10 шақты жылдың алды. 10 жыл бұрын кірді. Ол автобус жүргізсе біздің ауылға кірсе, біздің ауылда ол Бұрын сөйтетін, бала Айдарынан шаға шығады, бар, бізден кіреді, бала қалаға шаға барады, бар, бізден кіріп, оқушылар тастап бар, былай әртүрлі шаруаменен барады ғой ауданға. Онан кейін Көктал бар, Көкталдың адамдарын ала кетеді. Сөйтеді ары қаратай Жаркентке барады. Көктал мен Жаркенттің арасы 28 километр мысалы. Ортада сол екі кентті басып өтіп, екі кенттің адамдарын ала кетеді ғой. Адам болған кейін тіршілік бар ғой. Тест тапсырады. Сол кезде олар таксиге жалынады. Таксиге ары бері ақшасын төлейді. Соның барлығы не ғой? Егер автобус жүрсе, жақсы болар еді. Автобустың ақшасын ата-ана да қиналмас еді баласына. Мен ойлап қалдым, енді мүмкін Панфилов ауданының тұрғындары миллионер шығар, таксиде жүретін деп. Оны енді осы ауылдан да қалаға барып істейтін адам көп қой. Мысалы көрмейсіз, мысалға өткенде мен Әкімнің жазғанда айтуы сондай айтып ғой, жатырмын мұқтаж да, емес. тығылып қалған сияқты. Біздің ауылда бір проблеманы әкеп бүйтіп реттеген емес қой. Шешілмейді біздің ауылда. Мысалға міне қараңыз, мына трансформаторда тәте сен барсың ғой. Бақыттың кезінде айттым, анам неге қоршамайсың? Бұл кезде мынау мектеп болып тұрған. Артында мектеп дедім, алдында магазин, балалар араласа кім жауап береді деді мен. Болды, мен гез қайтып қатырамын деді. Судың сливы қайдан, дайын біздің суды алып, ақшасын жеден ғой деп едім, өйтіп айтпа деді. Қош еді екен мен Бақытқа сол кезде. Не тура өсіп айтқан Бақытқа. Оны да істетем деген, сливін жасаттырамын, су қайтам деген. Ешқай істелген жоқ. Ал мынаны алды да 4 ал арматураны қойды, стяжканың астына қоятын сетканы әкеліп қойып қойды бір. Издеваться еткен сияқты мынау қойып қойған дүниесі. Магазинге бала шаға кіріп шығады. Ешкім мысалға жаны ашып бұлауға сөйтіп тұрған жоқ. Мысалға келген мысалға бөлінген ақша мысалға өз орнында жүріп жатқан жоқ. Мысалы судыкі ол кетті, асфальт ол кетті. Мына байқұс салынды. Енді бір алла біледі, қай уақытта қабылданып, қай уақытта бұның іске қосыларын.